Бексұлтан Зухраны мәңгілікке үйінен қуып шықты. Зухра осы видеоны өз әлеуметтік парақшасынан салған болатын. Және де бүкіл халық Зухраның жағына өтті. Бексұлтан Зухраны пайдаланды. Ол өзі атақты боламайтын еді. Ол Зухрамен жүріп хайп жасады. Және де Зухраның арқасында 200 мыңнан астам подписчик жинап алған болатын. Ал қазір не істеді? Зухраны тастап кетті. Зухра далада үйсіз-күйсіз 2 баламен қалды. Анасының үйінде уақытша тұрып жатыр. Бірақ анасының да кет деп айтатын күні туады деді Бексұлтан. Сол кезде алдыма қайттан жығылады дейді. Бірақ Зухра оңай адам емес екенін білесіздер. Бексұлтан екеуінің ажырасу себептерін Зухраға әкеліп тіреп отыр. Ол ашық-шашық жүрмегенде, енесін құрметтегенде мен онымен ажырасып нем бар. Және де жақсы келін бола алмады ол қыз. Мен оны анама қызмет етсін, анамның қолын ұзартсын деп алсам, ол ашық-шашық киініп, клубтардың сәнін келтіріп жүр дейді Бексұлтан. Мен бұндай әйелге өзімнің 2 баламды тапсырып қоя алмайды екем. Бір күні болмасын бір күні 2 баламды да тартып алатын боламын деді Бексұлтан. Ал Бексұлтан сөзінде тұра алама, алмайма, алда көретін боламыз. Сіздер кімнің жағына өтесіздер? Үйден қуып шыққан Бексұлтанның ба, немесе 2 баламен далада қалған Зухраның ба? Жылы жүрсін деп қалып валеромде шықты. Болды? Болды. Сөйде. Рахмет. Жүрмеген ғой, сен құсап. Жалаң аяқ құмда көп ойнамаған ғой, сен құсап. Намырды. Ол Генайға қарайды, апаң аяқ сондай. Етіп келген жалпақ қалпайды. Сен аяғымын ұқсап кеткен? Көкең аяғын ұқсаған, жіңішкен аяқ. Бірақ подиумым жоқ мен, не подиумым жоқ, не размерім жоқ. 35, мен ғой ең кіші размер кетін. Аликон 37 кет. Кім 38-39-ба кет інжу. Мен 35 кет інжу. Мен 35 кеттім. Итті 35 болғанда мен кейбір аяқ киімдерім ана жердегі 34-33. Негіз 33-34 кием ғой. 33 дейді, Негіз 33-34 кием ғой. 35-тер көбісі үлкен жоқ. 33-тен подростковый размерлер емес пе? Подростковый размерлер. Енді аяғымдағы шық те қандай ғой? Аяқтағы шық. Мына аяқтан подиум іштен. Сол үшін екен ғой, аяғыңа көз тимес носки киіп алатын. Жоқ енді бұл білмеймін. Келген нәске қолыма түспен киіп. Деді оған. Мен бармын деді ғой. Не істейін деп жатсыңдар деді ғой. Құдайым. Жата бересің. Мақлюбе. Эляның арнайы өзінің қолынан. Айко мен келген сайын кәші пісіресің деп, бір күн бұрын айтады. Айкоға айтса, құрсын кәшіден басқа бірдеңе пісір. Постоянно Айко келген сайын макаронмен тушенка пісіріп жатамыз ғой. Өстіп. Сен макаронмен тушенкаңға тәтті болады жалпы. Мақлюбе қатырық, жадып келді. Караокеге апаратын едім да, просто қырқы болған жоқ. Барып микрофонға таласып айтатын едік да. Тек өзіміз болған кезде. Дайындап атқан өтті. Кәдімгідей дайындап атқан. Сүт дайындау қатты қиын болды баяғыда. Түнде әбіс әшілі ішеді ғой ұйықтайтын кезде. Түнде. Шай ішемесің да, сүт ішемін. Сүт кәдімгі ақсұт ішеді. Құдағайларым келіп жатыр. Құдағай. Саламатсыздар ма? Шағылдағы ақтөбеліктер. Қайырлы кеш. Пәке сен төрге шыққызсың ғой. Көп қаран. Ұлым айтып келсен төрге. Мен ұлым күйіп алайық осыдан. Күйіп ала төрге шығар. Құда балам шығарсыз. Пәке құда балаға орындайын да сөз жүрген. Бірзен кел. Етті ысыр әрі қарай. Өлтіріп аларымыз ауылға жеткізе алмай қаламыз деп. Ауылымыз қашық деп. Сосын ойбай сосын не болса да оқып бер, үйге барып ішкіземіз. 5 литр су оқып берін. Ол кезде біз мына өнімдер жоқ, ол кезде біз мед пен тмин береміз. Сол мед пен тмин берейін деп айтты, ойбай тмин іше алмайды ғой. Онда рахит деген түрі бар бір. Соны берейін дедім ішіне қол. Соны жегіз, ішкіз, бұл жазылып кетті. Сол суды ішкен, соны жеген ауылына барып шаймен тістеп аузына салып. Сода оның жазылып кеткенін мен білмеймін. Бір күні 1 жыл өтіп кетті одан кейін. Оны білмейміз деп, оны кетті, өлді дейсі білмейміз ғой енді. Сон бір күні очередте күзге таман, ол бізге жазда келді, күзде сол жылы күзге таман. Жоқ, 1 жылдан кейін келесі жылдың күзінде бір кісі
далаға шықсам не ұрыс болады ада айқай очередке талас. Сосын не айқайлап жатсыздар деп шықсам, бір кісі ұзын бойлы бір әдемі келген кісі тұр, ырғыздық екен. Мә, ойбай қарындасым, мен айтып жатырмын, мен советский адаммын дейді, общем, коммунистпін дейді. Докторға да барып көрген жоқ, еш жерім ауырып көрген жоқ дейді. Иә, мынандай емшіге, молдаға, ондай вообще көп сенбеймін дейді. Коммунистпін бұрын. Мешітке де барып көрген жоқ. Мен бірақ өз көзіммен көргеннен кейін осы қарындасыма сәлем берейін деп келдім. Біздің ауылда менің бір құрдасымның қатыны өледі деп өлмей қалды ол қатын дейді. Қыстай шеке жеп шықты дейді. Шауып жүр ана қатын дейді. Оны доғдырлар өледі, дайындал деп жіберді. Осы баладан келіп 5 литр су ішіп. Соған алғыс айтайын, көзіммен көріп кетейін, ауылдың баласы ғой деп келіп тұрмын деп сөйлейді да. Сол мына қатындар жібермей жатыр мен деп. Ондай оқиға көп. Одан кейін бір күні бір әйел, как раз біз Стамбулға бірінші рет барып қожайын, Стамбулдың аэропорт деген әлім үлкен екен ғой, құда біз адасып шал екенбіз. Жаңа ұшатын жеріміз таба алмай. Бізді хабарлап жатқан самолет ұшайын деп жатқан бір кезде жүгіріп жатырмыз екеуміз. Жүгіріп жатсақ, мынандай тікейде Алматы тұр, мына жерде Ақтау ұшайын тұр. Содан бір әйел мені көріп қалған ғой, басынан рак болған басына. Жаңағы